Dürüst. Осының барлығы біздің жеке қауіпсіздігіміз. Дұрыс. Апай, біз біреумен дос болу, біреу отбасында біреу хакер болып, бізді іздамайды. Келесі кезеңде дұрыс, балалар тыңдаймыз. Дұрыс немесе бұрыс. Мен сендерге ойлаймын. Тоқтатшы. Сендер дұрыс немесе бұрыс екенін айтасыңдар. Бірінші, интернеттің көмегімен белгілі тұлғалар туралы ақпаратты таба аласыз. Дұрыс. Біз интернеттен барлығын сұрай аламыз, иә? Келесі, интернет балаларға қауіп төндірмейді. Балаларға қауіп төндіруі мүмкін, иә? Келесі кезек, егер 1 миллион теңге жеңімпазы деген хабарлар алсам, мен 30-та ала аламын. Дұрыс. Kokteyl. Keregenin basымен аяғы сәл шалқайтылар, ал ортасы дөң. Ей, түсіріп тұр. Қыздарынан жақсы үйде айтпасын. Қолыңызды айналдыра қойыңызшы. Молодцы, отырамыз. Айсұлтан, осы Түймені бассаң болады. Ақпарат пен жаңалық сол заматта табады. Бұл не болады? Компьютер немесе тағы не бар бізде қазір? Телефон бар, ноутбук бар, планшет, интернет. Келесі жұмбақ. Бар деректі тасиды. Досыңмен тілдесуге көмектесі басқарады. Қандай? Wi-Fi. Қазір біз интернет желісі және Wi-Fi-сіз ештеңе Интернет болысы телефон істемейді ол. алыстағы адамдармен хабар ала алмаймыз, иә? Қазір жүктеген кезде вирусты компьютерге жүктей аламын. Қанша уақыт отыра алады? Интернетте балалар қанша уақыт отыра алады?
Ерали, тұра ғой. Қалай ойлайсың? Тәулік дегеніміз не? Алдыңғы сабақта қайталадық.